Инстаграмға актуальный сторис салу үшін парақшамызға кіріп, добавить деген батырмасын басамыз. Осы жерден өзімізге керекті тематикамызға сәйкес өзімізге қажетті стористерді белгілеп аламыз. И редактировать обложку деген жерге сол стористің атын жазамыз. Яғни менің жағдайымда бұл пікірлер болсын, яғни отзывы. Клиенттерден келген отзывтарды жазғым келіп тұр. Сол себепті де пікірлер деп таңдап алдым. Енді сол мәңгілік сториске, яғни актуальный сториске бетіне фон қою үшін, яғни хайлайт қою үшін, хайлайт деп аталады ол актуальный сторис. Соған фон қою үшін Art Story деген программаны басып аласыздар телефондарыңызға. Одан кейін өздеріңізге осыған тематикаларыңызға сәйкес келетіндей фонды таңдап аласыздар. Бұл жерде мынандай коронаның суреті тұрғандар, олар ақшалай. Ал коронаның суреті жоқтың барлығы тегін. Осы жерден скачать етіп аласыздар. Қажеттісін өте көп, түрлері әдемі, сондай. Осылай сақтап аламыз. Ол біздің немізге түседі, галереямызға. Енді қайтадан сол пікірлерден отзывымызды ашамыз. Редактировать дегенді басамыз. Редактировать обложку. Осы жерде суретті таңдап аламыз. Бағана біздің өзіміз жүктеп алған Story Art программасына жүктеп алған суреттерді қайсысы сәйкес келетін. Маған мынау ұнады, осыны сақтап алдым, осыны обложкаға қойдым. Сонда мынандай әдемі обложка пайда болды. Міне пікірлер деп өте түсінікті, не туралы жазылайын деп тұрғаны барлығы түсінікті, және суреттен де байқасаңыздар болады. Хат келіп тұрған сияқты жүрекшелер болып, бұл менің парақшам. Міне осылай сәндеп қоюға болады.